Пациентка 4 бала туған, оның шағымы основной қынаптың кеңдігіне шағымды алып келді, сосын недержание мочи, зәр ұстай алмау. Не үшін зәр ұстай алмау болған? Потому что оның қынап қабырғасы, алдың қабырғасы уже төмен түскен. Ол не себептен? Бала крупный босанғаннан, сосын постоянно ауыр зат көтергеннен, содан болады. Әйелі бірінші полный анализдер алдық, полный қынапты дайындадық, тампон, свечімен емделіп келді, сосын етекіріп келіп кеткен соң, мына содыл аппарат істедік. Қазір мына гельді дайындап жатырмыз. Бұл гельді именно уретраның өзінің салатын точкасы бар, соған салынады. Ол неге? Именно зәр ұстап тұруға көмектеседі. Гель уретраның несін точка салғанда, уретра деген мына зәр шығатын зонаны динамикада не алады, қысқартады. Сол есебімен бұл зәр ұстай алмау деген процесі уақытынша тоқтап тұрады. Бірақ оған қоса біз именно зәр ұстап тұра алмайтын именно өзінің препараттарын тағайындаймыз. Әйелге арқылы баняға бармайды, ауыр зат көтермеуге барлығын тағайындаймыз. Ертең біз эффект көру үшін пациенттен.